Мемлекет басшысы бізге заңгерлер емес техниканың тілін жақсы түсінетін жастар қажет деген болатын. Сондықтан мемлекет сапалы техникалық мамандар даярлауға түбегейлі кірісетін болады. Ал оны орындау кәсіптік техникалық білім беру саласында мамандар даярлайтын оқу орындары үшін де үлкен жауапкершілік жүктейді. Осы орайда Сайрам ауданының Қарабұлақ ауылында орналасқан Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев атындағы аграрлық техникалық колледжі президент тапсырмасын басшылыққа ала отырып, жүйелі жұмыс жасап келеді. Қазіргі таңда қажетті деген 9 мамандық, 13 біліктілік бойынша ауыл шаруашылығы және кәсіптік салаға қажетті маман иелерін даярлап жатқан оқу ордасында жалпы саны 693 студент білім алуда. Мұнда қазір автокөліктерге техникалық қызмет көрсету, автоэлектрик, сонымен бірге газ электрмен дәнекерлеуші сынды сұранысқа ие мамандар да даярланып жатыр. Жастарға орта арнаулы кәсіптік білім беріп келе жатқан мекемеде 90-нан астам білікті де тәжірибелі инженер-педагог кадрлар еңбек етсе, оқу орны ұжымының жеткен жетістіктері мен бағындырған белестері мол. Армысыздар, қадірменді көрермендер, бүгін бізде сұхбатта Сайрам ауданына қарасты Қарабұлақ ауылдық округінде орналасқан Қонаев атындағы аграрлық техникалық колледжі директорының міндетін атқарушы Әлішер Райымқұлов ағамыз. Аға, Қонаев атындағы осы аграрлық техникалық колледжі осы өңірге жұмысшы мамандарын, оның үстінде ауыл шаруашылығы саласына қажетті мамандар даярлап келеді талай жылдан бері. Жалпы енді осы бір қара шаңырақ оқу ордасының бүгінгі тыныс тіршілігіне тоқталып өтсеңіз, қанша студент білім алуда сіздерде, жалпы мамандардың жұмыспен қамтылу көрсеткіші қандай? Осы ұжымда атқарылып жатқан жұмыстардың барысы қай деңгейде жүріп жатыр бүгінгі таңда? Қонаев атындағы аграрлық техникалық колледж қазіргі таңда бізде оқушылар, студенттер саны 693 студентті құрайды. Оның ішінде 9 мамандық, 13 біліктілікмен қазіргі таңда жұмысшы мамандарын қазіргі таңда дайындап жатырмыз. Бұл жылғы бітірушілеріміз 195 оқушымыз бітіріп шықты. Аудандық жұмыспен қамту орталығы, аудандық кәсіпкерлер палатасымен біргелесе отырып, сол ауданымызға нарығына қажетті сұранысыға сай бұл кадрлар болғандықтан, енді Қарабұлақ ауылының төңгерегі барлығы ауыл шаруашылығымен айланысадыған өндірістік кооперативлер көп, шаруа қожалықтар көп, 1300-ден артық шаруа қожалығы бар. Қарабұлақ елді мекенінің өзі 9-дан өндірістік кооператив бар. Қаншама индивидуальный предпринимателер, жеке кәсіпкерлер. Соларға қазір кадрларымыз қызмет етіп жатыр. Енді Қарабұлақта біз айтамыз бір логистика орталығы деп айтсаған болады. Бір қаншама фуралар бар, камазлар бар, спецтехникалар бар. Барлығы бұл жұмысшы мамандығы, кейін баяғы айтқандық автослесарлар, автомеханиклар, тракторист, машинисттар, мұны қазіргі таңда жол құрылысы бойынша мамандар дайындап жатырмыз. Бұлар қазіргі таңда өте нарығымызға қажетті деп ойлаймын. Енді бұл жыл баяғы айтқан аудандық кәсіпкерлер палатасы және жұмыспен қамту орталығымен бірлесе апрель, сәуір, май айларында іс-шаралар өткіздік. Оқушылардың баяғы жұмыс орынларға тарту, кейін баяғы оқушыларыны, студенттеріміздің бітірушілеріні жұмыс орынларға орналастыру мақсатында бір қанша іс-шаралар өткіздік. Сонымен 157 оқушымыз жұмыспен қамту орталық арқылы, жолдама арқылы жұмысқа орналасты. Бұл үлкен көрсеткіш деп ойлаймын. Бұған бізге аудан әкімімізді, ауданымызға ауыл әкімімізді, ауыл зам әкімдері өздерінке көп көмегін көрсетті. Кейін айтатынымыз, бітіруші оқушыларымызда бұл жыл 2 оқушымыз Россияның Томск қаласына құрылыс саласы бойынша сол Россияның мемлекеттік грантына ие болды. Ондан басқа yana 2 оқушымыз өзімізге Қазақстанның баяғы ақпараттық технологиялар бойынша 2 оқушымыз грантқа түсті. Сондан басқа және
бір қаншама оқушыларымыз, бірге 20-ға жақын оқушымыз жоғары оқу орындарға, техникалық мамандықтарға оқуға түсті. Енді оның арасында оқушыларымыз бітіріп шыққаннан кейін қазіргі таңда мынау әскери қызметке бір талай оқушыларымыз әскери қызметке тартылды. Себеп мынау техникалық мамандықны алғаннан кейін ол әскерге шақыру біздің колледжіміз оқушылардың сәл көпірағын құрайды. Себеп ол дайын маман. Әскерге барғаннан кейін дайын маман. Құдай қаласа бұның келешекте бұл жылға және бір қанша бір мамандықтарыны және біліктіліктеріне лицензия алуыны алдымызға мақсат қылып отырмыз. Мына қазіргі таңда бізді программист мамандығыны қосқа әрекет жасап жатырмыз. Қазіргі мынау информационный технология, ақпараттық технология барлығы заман талабы ғой. Барлық оқушылар соны меңгерген болса, ертең күн не қылдайды, мынау цифрлы Қазақстанға өтіп жатырмыз ғой барлығымыз. Сондықтан сол мәселелер бірінші орында сондай техника технологияларыны күшейтіп жатырмыз. Өткен жылы жас маман проектіде қатысып, бұл туралы көптеген бір аналарда жаздық. 340 миллион теңге көлемінде ауыл шаруашылық техникалар алынды. Сол кезде 2 дана современный компьютерный кабинеттер алынған. Соны келешекте программист мамандықтарын дайындау үшін кең көлемде пайдалансақ болады. Яғни материалдық техникалық база бүгінде жақсы деңгейде деп айта аласыз ғой? Материалдық техникалық базамыз енді біз колледж болғанға 11 жыл болды. 11 жылдық тарих бар. Сол 11 жыл ішінде әр жылына өзіміз алдымызға қойған мақсаттар бар еді. Мұнау мектептің колледжға ауысқаннан кейін мектебінке материалдық техникасының базасыны оны күрделі жөндеуден өткізу, оқу шеберханасыны құру, түрлі жарыстар болады ма, конкурстар болады ма, ұстаздар арасында, студенттер арасында мақсаттарға жай-жай жетісіп жатырмыз. Сол деңгейде жас маманға қатыстық 2021 жылда. Оны алдық, мастерскойны салдық. Құдай қаласа материалдық техникалық базамыз жақсы, жоғары деңгейде деп айтсақ болады. Енді өзіңіз осы Қонаев атындағы аграрлық техникалық колледжінде талай жылдан бері директордың орынбасары қызметін атқарып келе жатсыз. Жалпы бұл саладағы тәжірибеңіз мол. Осы тәжірибелі басшы ретінде айтыңызшы, жалпы сіздерден жыл сайын бітіріп шығып жатқан мамандардың шамамен қанша пайызы нақты тұрақты жұмысқа орналасып кетіп жатыр? Қарабұлақ елді мекенде 55 мыңнан астам халық бар. Қаншама шаруа қожалықтар бар. Ондан басқа Қарабұлағынке айналасында Көлкент ауыл округі бар. Олда да талай халық бар, талай шаруа қожалықтар бар, өндірістік кооперативдер бар. Арыс елді мекені бар, Мәдәни елді мекені бар, колхоз Жамбыл. Біз тек қана сол Сайрам ауданы емес, мынау Байдыбек ауданның Туятас, Жыланды деген ауылдардан студенттеріміз келеді. Түлкібас ауданды колхоз Жамбыл, Еңбекші ауылдардан оқушылар келеді. Бұл өте бір кең көлемдегі халық санын алады. 100 мыңнан астам халық бар. Бұл Ақсукенттен қосып айтқанымызда. Ақсукенттен түседі балдар. Соның үшін бұл жерде кадрларымыз. Не қылдайды востребованный. Бұл нарықтыққа қазіргі сұранысқа ие. Міне бір мысалға айтатын болсақ, бітірушілеріміз сварщик маманға келетін оқушылар азлау болады. Сварщикка. Оныңки денсаулыққа әсер етеді, денсаулығы сәл нашарлайды, көзі нашарлайды. Бұл сварщик маманға келетін балдар аз, бірақ сол мамандыққа қазір сұраныс өте жоғары. Қазір олар балдар
практикада жүрген кезінде-ақ олар уже жұмыс білен қамтып қойылады. Барған жұмыс орында уже балдарын шығармайды қолдан. Ең кемі 200-250 мың білен қазір ақша тауып жұмыс істеп отырған студенттеріміз көп. Бұл аграрлық салада да көп. Тек қана оқушыларымыз біз мұны өзіміз елдерде емес, мұны Батыс Қазақстан тараптарда оқушыларымыз бітіріп шыққан мамандарымыз қазір таңда істеп жатыр. Олар бір 4-6 адам болып сол жаққа барып, мұны астық жинау кезінде көктемге баяғы егу-тігу кезінде жұмыс атқарып өздерінің нанын тауып жүр десек болады. Яғни жұмысшы мамандарыңыз нарықта үлкен сұранысқа ие, еңбек ұжымдарында. Қанша пайыз деп айтып қаласыз? 90% қамтылып кетіп жатыр ма, әлде одан да жоғары ма? 70-80% аралықта. Әр жылыны айтатын болсақ, баяғы, бұл жылғы баяғы 195 оқушымыз бітіріп шыққан. Соныки 157-сі жұмыспен қамту арқалық баяғы жолдамамен жұмысқа орналасты. Бұл пайызға есептейден болсақ, примерно где-то бір 75%-ны құраса керек. Сіз енді өзіңіз бүгінде аграрлық техникалық колледж директорының міндетін атқарып келе жатсыз. Жалпы енді осы салада жоғарыда айтып өттік, тәжірибелі мамансыз. Енді осы кәсіптік колледждерге мемлекет тарапынан үлкен қолдау жасалып жатыр ғой. Соңғы жылдарында жас маман бағдарламасының өзі үлкен серпіліс, техникалардың жаңаруына, бірнеше мамандықты сапалы оқытуға жол ашты десек болады. Осы тұрғыда әлде қандай көмектер, қандай жағдайлар жасалу қажет деп санайсыз? Осындай кәсіптік аграрлық салада мамандар даярлап, техникалық маман иелерін даярлап жатқан колледждерге әлде қандай қолдаулар қажет деп білесіз? Қазіргі таңда мемлекет тарапынан міне өткен жылы мемлекеттік тапсырысымыз көп колледждерде аз деп көңіліміздағын айтып жүрдік. Енді бұл жылға мемлекеттік тапсырыс көлем өте көп болды. Құда қаласа біз 300 орынға мемлекеттік тапсырысқа сұраныс бергенбіз. 8 мамандық бойынша. Біз бұны барлығыны оқушыларны жинап, ата-аналар арасында февраль айынан бастадық. Сол кезден бастап мектептерде профориентация жұмыстарын жүргіздік. Сайрам ауданы бар ма, Байдыбек ауданы, Түлкібас ауданы, ауданымыз орталығыда, Ақсукенттің мектептерінде. Қызығушы оқушыларымызды бәріне тарттық колледжға, баяғы жұмысшы маман, ертең күні жұмысшы маман болам деген жігіттерімізді, қыздарымызды. Енді мемлекет тарапыдан қазіргі таңда адам басшыға шаққандағы қаржыландыру мәселесі көп жайда бұл талқыланып жатыр. Енді бұл көңіліміздағы баяғы бала басына шаққандағы қаржыландыру көбейсе деген ойларымыз бар. Мысалы, бұларны айтатын болсақ, әрбір мысалы автомобильдерге техник қызмет көрсетуін айтатын болсақ, оқушы С1 категория шофер мамандығы білен шығады. Бұларға әрбірге баяғы, өзінің сағат көлемі бар, вождение өтуі бар. Сондай тракторист, машинист мамандығы дайын бар. Баяғыларынке қанша сағат вождение өтіледі. Сол сағаттарға қанша жанармай кетеді. Горючий смазочный материалы. Қанша қаражат керек бұған. Бұның көлеміне асырылса деген бір ойларымыз бар еді біздікі. Шоферлар келеді баяғы, сұрап келеді да, бізге сондай шофер керек, профессионал шофер, оқып шыққан шофер. Сол балдарын сұрап келген кезде баяғы қаншама сағат баяғы аналар өтілген баяғы, практически занятия. Баяғы өндірісте қанша сағат баяғы анау өткен, өндірістік слесарь или механик мамандығы бойынша. Ерте күн барлығына бұл қаражатқа байланысты болады. Балдарынғы баяғы қанша сағат баяғы практика сабағы, вождение өткені, ерте күн сол кадрыныкі
түгел өргеніп шыққан кадр болып шығады деп ойлаймын мен. Ең жоғары сұранысқа ие мамандықтар, қай мамандықтар деп санайсыз қазіргі кезде? Қазіргі таңда сұранысқа ие мамандықтар бұл мен бірінші очередте бірінші кезекте айтатыным дәнекер мамандығы дейміз. Барлық қалалары болсын, ауылдар болсын, аудандары болсын, құрылыс саласы дамып барады. Бұнда дәнекерлеуші мамандығының орнының өте бөлек. Баяғы көп ақша тапатын оқушылардың кемаз көп ақша тапатыны дәнекер мамандығы. Бұндан басқа автомобильдерге техник қызмет көрсету. Мамандығынке бірінші кезекте ең мықты маман болатын болса, әр бірі уже востребованный болып есептеледі. Мысалы, токар мамандық істейтіндер бар, бірақ оның ішінде ең мықтысы бар. Соның үшін айтамыз ғой, ең жақсысы деп. Барлық мамандықта өзінің маманы жақсы оқып, үйреніп шыққан студент өзінің жұмысын тапып кетеді. Ол тракторист, машинист болсын, жол құрылысы машиналарыны. Қазір жол құрылысы машиналарға сұраныс үлкен. Сұрап келеді, бізде сондай мамандықтарға мастер керек деп. Кейбір кезде тап бере аламыз, кейбір кезде басқа колледжерге жолдаймыз. Бұл ертең күн әрбір мастер, шебер. Бұл күшті бір специалист шығаруға алдағы қойған мақсат ол. Қонаев атындағы аграрлық техникалық колледжінде алдағы уақытта қандай мамандықтар ашу жоспары бар? Кейінгі жылға дейміз, енді соған қазір дайынды көріп отырмыз. Автомобильдерге техник қызмет көрсету мамандығы бойынша модул дейміз. Екінші модулға және бір қосатын басқа бір мамандықтарыны, біліктіліктеріні қосамыз деп отырмыз. Бұндан басқа және кондитер безендіруші. Қазір бізде аспаз мамандығы бар. Кондитер безендіруші мамандығыны ашу алдымызға мақсат қығамыз. Сонымен бірге айтып өттік, бағдарламаш, программист мамандығын жолға қойсақ деген ойымыз бар. Кейінгі келесі жылға, оқу жылына. Яғни қолдау тапса, сұраныс бар енді осы мамандықтарға. Оқытушылар, оқу өндірістік шеберлері бойынша бір тапшылық жоқ па қазіргі кезде? Енді осынша мамандық оқытып жатсыздар, 13 біліктілік бар оның ішінде. Жалпы енді мамандардың біліктілігін арттыру, енді осы салада, кәсіптік салада осы мықты сұранысқа ие мамандар даярлау үшін оқу өндірістік шеберлер де жалпы білікті маман болу қажет, оқытатын мамандардың. Осы тұрғыда мамандардың біліктілігін арттыру бағыты қандай жолға қойылған осында? Жылға бізде әдістемелік кеңес бар, әдіскер бар. Оқу өндірістік шеберлерімізді, арнайы пән мұғалімдер және жалпы пәндер мұғалімдеріміз өз 3 жылда өздерінің біліктіліктерін арттырып отырады. Бұл алдын өрлеу орталығы да біліктіліктің арттыру орталығы болудан болса, қазіргі таңда Астананың талап акционерлік қоғамы арқылы. Бұл 20-21 жылдарда біз онлайн режимде өтіп жүрдік. Бір өзімізде жас маман проектідағы біліктілікті арттыруға қатыстық. Менеджмент, басқарушы курсы бойынша курстардан өттік, өзіміз колледждің басшылары да. Ең алғашқы талап акционерлік қоғамыдан қазіргі таңда өтеміз. Енді кадрларға, қай жерде мықты кадр болатын болса, ертең күн сол жерінікі бітіріп шыққан студенттер ең мықты болады. Соның үшін кадрларыны әр жарты жылдықта өзімізге қадағалап, контроль жасап, оларға методический көмек көрсетіп, әдістемелік көмек көрсетіп, бір ай алдын Түркістан облысы Адами әлеуетті дамыту басқармасының
метод кабинетіден 2 методист шақырдық. 2 методистіміз 3 күн колледжімізде болды. Қазіргі таңда көпкіне білім саласында реформалар болып жатыр. Бұл реформаларға өзімізге баяғы жауабымыз, ертең күні стандарттарымыз өзгеріп жатыр. Солар 3 күндік методик көмек көрсетіп кетті. Коллективді көпшілігі жастар. Жастарға үйрету керек. Оларға басшылық жасау керек. Оларға әдістемелік көмек көрсету керек. Құда қаласа, бұларны жолға қойғанымыз жылдар сайын бұл жұмысымызны алға қаратып сылжытамыз. Кадрлар мәселесі қазіргі таңда өте күрделі мәселе деп ойлаймын мен. Қандай мықты кадр болатын болса, бітіріп шыққан кадрларымыз, студенттеріміз елімізге, жұртымызға жақсы бір жоғары деңгейде қызмет ететін бітірушілер болып шығады деп ойлаймын. Болашақта ветеринар мамандарды оқыту жоспарларыңызда бар ма? Жалпы мүмкіндік бар ма сондай? Енді мал шаруашылығына бейім аймақ. Ауыл шаруашылығына Қарабұлақ елді мекенде енді мал шаруашылығы өте дамыған деп айтсақ болады енді. Күндігіне паланша мал сойылады, күндігіне паланша мал сатылады, бақылып атырғаны бар. Бұл ойымызда бар. Бірақ бізде ең бір мәселе қаншама техника болады ма, қанша ауыл шаруашылық техникаларымыз, үйрететін баяғы автомобильдеріміз болады ма. Бірақ бұны өндейтін баяғы жер жоқ. Жер мәселесі қиын. Соның үшін біз қаншама әкімдердің жиналысы болады, баяғы әкімдердің отчеты болады, сол кезде бір сұрап жүргенбіз. Бізге кішкентай жер ажыратып берсеңіздер, біз өзіміз ексек, өзіміз баса қылсақ деп. Бұл жер алуымызға байланысты нәрсе бұл. Бұл фермер ауыл шаруашылығыны механикаландырады, фермер шаруашылығын баяғы зоотехник мамандығын ашу үшін оған бір ферма салу керек. Уже мал ұстайтын, ол жерде малға баяғы қарайтын, ертең күні оны бір операциясының жасайтын, оны емдейтін бір жолдарына қарастырып, бұңа жер болатын болса, ертең күні ол мамандықтың асысы болады. Бұл туралы біз сол жоғары аграрлық техникалық жоғары аграрлық колледжімен, мамандарымен біз ақылдасқанбыз. Оны ашу үшін біраз нәрселер қажеттілігін айтқан. Енді проблемный нәрсеміз бізде жер. Атак басқа нәрселерін атқарсақ болады. Сіздер мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорын болып табыласыздар. Яғни, қызмет көрсетіп, қосымша ақы табуға, сол арқылы колледждің материалдық базасын, кеткен кем-кетістігін жөндеуге мүмкіндіктеріңіз бар. Жалпы осы уақытта енді осынша студенті көп, осындай базасы мықты колледжде жылына орта есеппен қанша қаржы тауып, қандай жұмыстар жасалып жатыр осының есебінен? Ауыл шаруашылық техникаларымен, енді ауыл шаруашылық өндірістік кооператив, шаруа қожалықтармен келісім шарт жасап, жаздың күні сол Сайрам ауданының мұны Теспе ауылындағы Құдайберген шаруа қожалығымен келісімге тұрғанбыз. Оларыныңки бір талай 600 гектардай жерге бидай өніміні жинауға көмектескенбіз. Олардың 5 миллион 600 мың теңге көлемінде қаржы таптық. Бұл қаржы студенттердің және материалдық базаларыны нығайтуға, және басқа да қаржы көздерін тапу үшін материалдар сатып алып, қазіргі таңда Шымкенттағы Альянс деген фабрикамен келісімге тұрдық. Оларынікі баяғы тігетін заттарын алып шығып, біз өзіміздікі лабораториямызда, цехымызда сол жерде қазіргі таңда дополнительный қыздардың тобында дополнительный қаржы табуға сондай мүмкіншілік жаратып, қазіргі таңда оқушыларымыз практически істеп жатыр. Атак сол күнге дейін біз қыздарымыз топы
Шымкенттағы Гауһар фабрикасы бар, баяғы Альянс фабрикалары бар, соларға практикадан өтіп жүрген еді. Енді соларны жұмысын алып шығып өзімізді істеп жатырмыз. Келешекте сондан қаржы көздері түседі. Бұлар дальнейший және колледжинге материалдық техникалық базасын нығайтуға соларға атқарылады деп ойлаймын. Және автомобильдерге техник қызмет көрсетуді да сондай жұмыстарын жолға қойғанбыз. Қазір сварка мамандығы да заказчикларың қазір мұны территорияны ограждение қыладыған тостықтар істеп жатыр. Құдай қаласа бұл басқа мамандықтарын ем жолға қоятын алдымызда мақсатымыз бар. Бұлар келешекте мұны колледждің даму жоспары да көрсетілген бизнес инкубаторлар жасау. Бизнес инкубатор дегеніміз баяғына қаржы көздердің баяғы жұмыс көздерін ашу, оқушыларны сол арқалық профессионал маман қып дайындау. Техникаларымыз сонша техника болып тұрып, жер болмаса болмайды. Техникаға не керек болады? Жер керек, жеріне өңдеу үшін. Ауыл шаруашылық жүргізіп жатқан шаруа қожалығы, өндірістік кооперативлермен қазіргі таңға тығыз байланыста жұмыс атқарып жатырмыз. Уақытыңызды бөліп, сұхбат бергеніңізге алғысымызды білдіреміз. Оның ішінде Қонаев атындағы аграрлық техникалық колледжінің бүгінгі таңдағы тыныс тіршілігі, мұндағы атқарылып жатқан жұмыстар, мамандардың жұмыспен қамтылуы бітірген. Осы бағыттағы жұмыстарды мен ой бөлісіп, біздің арнаға сұхбат бергеніңізге алғысымызды білдіреміз. Алдағы жұмыстарыңызға тек сәттілік тілейміз. Рахмет.